Бауырым, қару-жарағыңды алып, қарны қампиған атамен соғысуға, шайқасқа дайындал. Достар, енді соғысқа қызық болып тұр маған. Футболкасын қараңыздаршы. Қарнына сыймай тұр ғой, сыймай, жыртылып кетейін деп тұр ғой. Қарны қампиып, мына үйінде қанша футболкасы бар екен, қанша трикосы бар екен осындай. Қазанда қашамыз 2300 соғыс қалды, қазір бізді реально бір қуатайын деп тұр ғой, деген жерге жапсырып жіберейін деп тұр ғой. Ассалаумағалейкум достар, домалақ бастар, чо там, қалайсыңдар достар? Өздеріңіз видеоның сыртында көріп тұрғандай, біз бүгін қабақтай, беті табақтай атамнан қашатын боламыз. Брат, не істеп отырсың мына жақта? Қараңыздар, мына жерде атамды кәдімгідей қамап тастаған достар. Егер де бізде қашып кетпейтін болсақ, осылай бізді де қамап қояды достар. Қараңыздар, брат, шықсайшы, не істеп отырсың? Шынды ма мынау? Кеттік достар. Так, мына жерде не болып жатыр? Бұл не? Түсінбедім мен. Так, біз өткен видеода қашқан болатынбыз. Егер де ол видеоны көрмеген болсаңыздар достар, осының төбесінен ссылкаға өтіп көріп кетіңіздер. Шрек. Көрдіңіздер ме достар? Шректі де қамап тастаған достар. Бізде тезірек қашып кетеді. Шрек, брат, шықпайсың ба? Бауырым, шыққым келеді-ақ, бірақ мен қартайдым. Оған күшім жетпейді, бауырым. Ничего, бауырым, өзім құтқарып алам, уайымдама. Шрек, брат, вообще уайымдама. Так, бізге қазір бірдеңе дейді. Бауырым, жарайсың, осы жерге дейін күшті қашып келдің. Енді осы жерден бастап саған қиынға соғады. Сондықтан жақсылап ойлануың керек, бауырым. Брат, саған өштескен демен қазір мына жердің барлығын өтетін боламын. Так, мынаны қараңыздар достар, мұрынбоқпен қайтадан толтырып қойған, енді ештеңе етпейді. Ол үшін қазір қараңыздар, вообще ойланбаймын ғой енді. Мына жерлер енді кәдімгідей құрастырып қойған, енді бастары істейткен. Ничего достар, егер де видео ұнап жатқан болса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, басқа видеоны өтіп көріп кетіңіздер достар. Құлап кетейін дедім ғой достар. Так, достар, менің 1000 подписчикке жетуіме көмектеріңізді қосып, өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Осындай әртүрлі хоррор ойындарды, қашатын ойындарды сіздерге ұйымдастырамын. Қараңыздар достар, бірдеңе ашылды. Пақ шіркін. Так, новый есік. Біз енді ары қарай өтуіміз керек, сол есікке кіруіміз керек қой. Енді артқа қарай қайтайық, кері қарай. Так, біз енді егер де қазір құлап бір жерін не істеп қайтадан тірілетін болсақ, төбе жақтан тірілетін боламыз. Сондықтан да біз бұл жерден құламай тимей өтуіміз керек. Так, достар, видео ұнап жатқан болса лайк басып, каналға тіркеліп, менің 1000 подписчикке жетуіме өздеріңіздің үлестеріңізді қосып кетіңіздер достар. Мен үшін бұл өте үлкен мәртебе. Так, бізде мына есік ашылып еді, мына жақтағы есік ашық емес екен. Так, осы жерден. Қараңыздар, мына жердің бәрін тесек енді кәдімгідей. Түрімді қараңыздар достар, тақыр бас қылып басымды алып тастаған ғой. Шашымды алып тастаған деген, басымды деп қой достар. Так, мына жерде секіріп қысқартып көрейіктер олды. Негізі өсіп тұр едім ғой, қараңыздар. Мына жақтан өту керек болып тұр ғой енді бізге. Негізі ана жерден өсіп тұр едім мен секіріп. Просто енді мына жақтан жүріп өту керек по-любому. Сондықтан жолды қысқартсақ бізді по-любому өткізбейді. Так, бізде былай, осы жерден тірілдік. Енді қараңыздар достар, әрі қарай қызық басталады. Мына жерден қазір есікті кілтін, есік бар бірдеңені ашу керек. Бағанағы есік ашылатындар. Міне, бағанағы есік қой. Ашылды достар, кеттік, болды ғой. Мына жерден смело өсіп тұрмыз ғой. Бағана өзінше болып, енді оңай емес, оңайға соқпайды. Бауырым, қайдасың? Бауырым, короче, мен мына жерді смело өтіп кеттім. Қош сау бол досым, бауырым. Так, достар, енді біз әрі қарай қашайық, смело, без проблем, мына жердің бәрі оңай. Достар, мына қолда қызыл нелер не деп отырсаңыздар, осы жерге тиетін болсақ, бізді қайтадан шығаратын болады, қайтадан өту керек. Қараңыздар, біз басқа жаққа өткізейін деп жатыр. Қараңыздар, біз порталға өткізіп жібердік, көрдіңіздер ме достар? Мына жаққа қарай әкеп тастадық. Мынаған тидік, значит, бірдеңе болайын деп тұр ғой бұл жерде. Біз тез жүгіретін болып кеттік достар. Лавадан тынбайды екен мынау деген. Лаваның бәрін қайдан алып жатыр достар? Жанартаудың лавасының бәрін сорып алған ба бірдеңе ғой мынау? Таң қалдым мен, базар жоқ бірақ. Достар, мен сіздер үшін барлығын жасап жатырмын. Қарны қампиған атадан да қашып жатырмын, әжемнен де қашып жатырмын, Осырақ әжеден де қашып жатырмын, арық полицейден де қашып жатырмын. Ошым бәрінен қашып жатырмын. Қашып қалған адамым қалмады достар. Сіздер үшін барлығын жасап жатырмын. Сондықтан сіздер мен үшін тек қана тегін тіркелудің өзін, тегін лайктың өзін басыңыздар. Сіздерден өтініш. Мені 90% адам тіркелусіз қарайды екен. Сондықтан тіркеліп кетіңіздер өсіңіз. Мен сіздерден сұрайтыным тек сол видеоларымды аяғына дейін көріп мені қолдасаңыздар, мен де болашақта күшті видеолар шығаратын боламын. Ал кеттік. Так, мына жерден порталға келдік достар. Порталдан өттік. Достар, қазір бірдеңе айтайын деп тұрған мына біз. Бауырым, қару-жарағыңды алып, қарны қампиған атамен соғысуға, шайқасқа дайындал.
Достар, енді соғысқа дайындал. Мылтықты қараңыздар достар, үлкендігін, ё-мое, пистолет дейді. Ей, мынау несі достар, үлкен не еді мынау деген. Давайте жақсы ештеңе етпейді, атайық. 5000 қып екен достар, 5000 қыпсын қалай аламыз мынаның қазір? Қорғаныс жасап жатыр достар, қарның қараңыздар. Қарның қампиып мынау деген дым 1-200 айтпаймын екен. Қарны қампиған аты кім еді, ұмытып қалдым. Түрін қараңыздар достар. Қасы қосылып кеткен, қарны қампиған. В общем, көзі екі жаққа кеткен, тістерінің орталарында жоқ. Немене бәле өзі мынау деген. Ремені сыймайды, киімі жоқ. Түсініксіз, в общем, бар ғой достар. Давайте атамыз, өшімізді алайық енді осындай кезде достар. Осындай кезде өшімізді алмасақ қашан аламыз, қараңыздар. Мен қасында деген качок едім. Қазір қараңыздар, мынау қараңыздар, ё-мое, мынау деген бағана өткенде қандай еді? Осырақ әже дәл осындай осылай істеп еді, естіңізде ма достар? Осырақ әжеден қашқанда да. Енді 3000 қыпсы қалды достар, тез азайтып тастайық қыпсын. Қараңыздар, жүгіргеннің өзі біртүрлі ғой мынаның. Мынау деген итеріп жіберді ғой бізді. Қараңыздар, қолдарын қараңыздар, қозғалтып тұрады. Қолдарын қозғалтпаса енді жүре алмайтын секілді. Білмеймін мен нақтысын. Қараңыздар, немесе арықтау үшін осылай істейді. Аяғын да қозғалтады, қолын да қозғалтады. Екі жақтан арықтаймын деп ойлайтын шығар енді. Білмеймін, логикасы сондай шығар менің ойымша. Қорғанысын жасап алып енді 2800 қыпсы қалды достар, тезірек азайтып тастайық. Сонымен осы қарны қампиған атадан да қашамыз. 2300 қыпсы қалды. Қазір бізді реально бір құлатайын деп тұрған деген жерге жапсырып жіберейін деп тұр ғой. Қазалып қалған емес. Қаш, кішкентай қалды достар. Қараңыздар. Ремені қанша теңге екен мынаның? Сол қызық болып тұр маған. Футболкасын қараңыздаршы. Қарнына сыймай тұр ғой, жыртылып кетейін деп тұр ғой. Қарны қампиып, үйінде қанша футболкасы бар екен, қанша трикосы бар екен осындай. Қаншама ременді, қаншама триконы, қаншама футболканы жыртып тастаған сияқты ғой мынау деген. Ё-мое. Түріне қарасақ әлі тоймаған адам сияқты. Бірақ деген әлемнің тамағын жеп қойған ғой мынау деген. Кішкене өліп жеген ғой бұл ше. Мынау деген, жынды ғой мынау деген. Таза жынды ғой мынау. Кішкене қорғанып жүрмесек, мынадан кішкене 1100 қыпсы қалды. Мынау енді қараңыздар, жанын толтырып жатыр еще ана. Ой, шок. Шыбын жанын ойлап көрдіңіздер ме достар, қалай ойлайды? Қарны қампиып, тамақтың бәрін опырып, үйіне тамақ қалдырмаған ғой мынау ше. Итере береткен мынау деген. Бір секіре ма, не істейді? Или осырып жел шығара ма, бір түрлі мынау деген. Бағана осырақ әженің жан жарыма сондай бірдеңе ғой мынау. Короче, достар, енді 700 қыпсы қалды. Өліп жеген ғой бұл. Өле жегенше бөле же деген атам қазақ. Бөлісіп жегіргет. Құлады достар. Қараңыздар. Жоқ болып кетті. Так, достар, Аллаға шүкір, міне келесі міне қарны қампиған атадан да қаштық. Жарайсың бауырым, қарны қампиған атаны да жеңдің. Жарайсың, саған таң қалды. Так, достар, видеоны аяғына дейін көрген болсаңыздар рахмет. Видеоға тегін лайктарыңызды аямай басып тіркеліп кетіңіздер. Мыналарды қараңыздар, өмірлеріне мәз әйтеуір. Неге мәз түсінбедім достар. Так, біз үшіншісі болып тұрып алайық қастан. Давайте достар. Так, давайте достар. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше деп тұрып осылай қоштасам ғой мен дейтін. Короче достар, қош сау болыңыздар. Келесі видеоны күтіңіздер.